достар, біздің каналымызға Қош келдіңіздер. Бүгін біз заттарға обзор жасаймыз. иә, кеше базардан алған заттарымызға обзор жасайтын боламыз. Бұл видеоның ерекшелігі Ақбота достарымен қосылып бірге обзор жасайды, иә. И және де Скотчты алғанда білмеймін, қанша заттар алса да біздің Ақбота скотчты алғанда қуанды. Двухсторонний скотч таппай жүргенбіз ғой, соны тауып алды. Қазір соның бәрін тексеріп, барлығын көретін боламыз, иә. әдемі Фатимаға екеу көрдік. Екеуі пластилинмен бастап ойнап кеткен. Мама қарасай, бізден кестейме. Иә. Мынау пеналдан бастайық, ашамыз. Давай пеналды ашайық, иә. Отсымаға Сен керек. кімсің? Алиханкін ашып көрсек? Алиханкінді ашып көрейік. Ашып көрген жоқпыз біз негізі. Сыртынан көрдік та, сыртқы видео ұнап ала салған біз ғой. Алиханкін мынандай екен. Қанша замогы бар екен? Күшті. Замогы бар екен. Иә, күшті керемет. Мамада да замогы бар екен. Мына жақта өтірік замок бар екен. Ана жерде сәндік үшін, иә. Сәндік үшін істелген. Мама менікі мынандай, мына жағына заттар саласында қайтадан жауып қойған замогы. Аха. Ал мына жағында мына жаққа ручка солар саласың, мына жаққа қаламдар солар. Или мына жаққа қалам дейінше осылай істеп аласың. Мынандай екен. Мектеп апайлар. Мыналар ұшып жүргендер. Күшті. Кішінесі. Ал мына жағында іші осындай. Аха, ішінде мынандай үлкен екі замок бар екен. Мама надан үлкен баттер істеуге болады. Надан, иә, как раз Ақботаға баттер істеуге Жоқ, болады. сыртын. Мынау маған керек сырты. Сыртына бір нәрсе салып әйтеуір Ақбота пайдаланады бір нәрсеге ше. Әдемі екен, иә? Иә, әдемі. Алихан видеоға түспеймін деді, сонымен бізде Алиханның орнына Дария Алихан заттарына обзор жасайды. Енді бұлар дайын, бұлар қағылсық бір жерге қойыңыз. Жерге. Мына бір жерге қоя салайын да. Енді бізде келесі мына обложканы көрсетейік. Бұл мынандай обложка. Бұл жабыстыратын. Иә, жабыстыратын үлкен кітаптарға арналған обложка. Иә, жабыстырамыз. Ішін алып жабыстырамыз оны. Кітап алғаннан кейін жабыстырамыз оны. Енді майда шүйде заттарға келейік. Мынау Алихан ұштақшы. Футбол ұштақшы. Айшаң қараңыз. Мынау Ақботанікі арбуз ба? Ина мектепке чуть-чуть скотч, білмеймін, скотч алғанда Ақбота қатты қуанды. Скотчты жақсы көреді, и мынандай ақ парақты жақсы көреді. Мынау Ақботанікі. Ал енді келесі. Айша, мұнда Айша тұр. Міне. Бұларды Бұл осындай простой емес, не простой. осындай бір күнделік тауып алды, ерекше. Ақбота ерекше болсын деп, ерекше күнделік тауып алды. Мынау Алихандікі. Алиханның күнделігіне обзор. Өздеріңіз білетіндей, кәдімгі осындай күнделік. Алиханның күнделігі. Мінекей, Алихан күнделік. Кәдімгі қарапайым ғана күнделік. Енді краска, пластилин, қара қалам, ешқандай ерекшелігі жоқ. Азия наклейкасын ашып, әлі көзі білмеймін қандай наклейка екенін. Стикер да, иә. Аласында. Әдемі керемет екен. Мына жерде тірегіш өте ауыр, білмеймін, Ақботаға айттым, жеңілдеуін алсай деп айтқан едім Ақботаға, сөйтіп ол құлап қала береді деп осындай түрін алып көрді, енді көреміз. Алихандікі? Алихандікі мынандай бобы бар, главный.
Дария, менікі сенікі сияқты ғой, сенікі сияқты. Мына ауыр екен да, бірақ почти ауыр иә, кәдімгідей ауыр. Ама міне менікі мынандай шықты. Былай да шығарып керек қой. Мынакі де сондай. Былтыр біз осының жеңіл пластмасс түрін алған едік, ол кітап тұрмайды, құлап қала береді деп осындай түрін алды. Енді бірақ нормально бір вида несі әдемі да қатты апарып әкелуге ауыр демесеңдер өте жақсы негізі. Қоп қояйық бұны. Ауырсынбасаң да егер, иә? Альбом көрсетті, Альбом. Іші. Аха. Іші. Мына Ақботаның альбомы, иә, кәдімгі сондай альбом. Сыртындағы суретіне қызықты. Міне Әлихандікі осындай сыртындағы футболист как всегда, иә? Мені көрсет деп әде Әлик. Ой, күшті нәрсе істеп жатыр ғой әде деген. Жоқ, қызық болып тұр бізге. Мынандай ғой, мынаны қараңыз. Двухсторонний деді. Бұл Ақбота тісі дайын тұрады біздің Ақботаның. Қайшы тұр ғой, көз алды дәл алдында қайшы тұр төмен. Қырып көр. Онда бірінші қайшыны ашу керек. Қайшыны ашты. Сонымен қырып көрсей. Әлихан кім? Біз двухсторонний скотчты ашып көретін боламыз. Ашып, Дария екеуі зерттеді уже. Көрсетеміз қазір. Ал. Так, енді осыны аламыз да. Әден мына түрін ала тұрайшы. Саған жабыстырып береміз артық. Ортада да бар кім? Мынаны мұнда артына жабыстырайық. Қараңыздар, осы жағын жабыстырады. Жабысатын жерін мына жағын алса, жағы жабысқақ болады. Скотчты жабыстырды, жабысқақ болды. Енді жабыстыра бәрі қара. Мынаны босқа тұршы. Жабыстырып қою керек. Бір жерге қойсай. Скотчтың өзіне жапсырасыш. Бұл мынандай ғой. Бетімде клеенкасы болады. Ойланып қалмын. Бетім бәрі клеенка да. Алынып кетпеу керек ол. Жабыстырады да, сосын бетім жылып қалады. Сосын жабысқақ болады бұл да. Қолыңа жабысқақ бола ма? Наклей түсінікті болды. Осындай бетінде клеенкасы болады. Асты созылмалы осындай скотч екен. Болды, қоя сал. Енді так, шоперіңді ашып көрші. Сен іштеңке салатыны жоқ. Кәдімгі? Кәдімгі қарапайым осындай ғана шопер ішінде. Жоқ, сыртқа несі ұнады Ақбота? Сыртқа сурет ұнады, сыртқа виды сонымен алды. Осындай тұрмын. Сосын анау блокнотың бар еді ғой, ашылмаған, соны ашайық. Мама, қарасай, мама. Ой, Адия күшті нәрсе істеп жатыр. Мороженый ма ол? Мороженый емес бұл. Не екен айтайын ба? Аха. Осы мамиуатта. Мамиуатта. Блокнот бізде ашылмаған түрі болды. Ашып көрейік деген едік. Оны ашуға болмайды екен. Жолы есеп емес, жазу екен. Соғысына қызығып алды. Енді көрейік іші қандай екен. Енді көрейін деп тұрмыз бізде. Жазу жол әдемі екен ғой. Ол сыртты. Әдемі екен жазу. Мен негізі өзіме де осындай іздеген. Менікі сәл басқашалау болып шықты. Әдемі ғой, Ақбота күшті. Иә? Керемет жазу. Осындай кейбір блокноттарда несі тұрады. Число жазылып тұрады, апта күндер жазылып тұрады. Ондай қарағанда осындай әдемі негізі ше. Күшті екен. Адия өзіне алған блокнотқа обзор жасайын деп жатыр. Іші қандай екенін көрген жоқпыз ол кезде. Енді қазір ашып қарап жатырмыз. Әдемі ба? Иә. Ішін ашып көр. Арғы беттен ашады. Мама беттен ашады. Иә, сол беттен ашады ғой. Аха. Вай, ішін ашып көрші енді. Вау, іші күшті екен ғой. Қарасай, мама. Қана. Әкешін жақыннан көрейін. Вау, іші деген нағыз біздің Адияға арналған блокнот екен. Шосындай екен. Мына жерге өз сурет салуға болады. Мына жерге де сурет жаса болады. Мына жерге жазу жазады. Мама, наклейканы аз қойған ғой. Мына бетте әр беті әртүрлі екен. Мама, наклейка екен. Беті басылмады ғой. Сөйтіп ашылына ма?
Әдемі екен ол да. И мынау да біз ішін ашып қарамадық. Ішін ашуға болмайды дегеннен кейін іші сөйтсек әдемі болып шықты, күшті болып шықты. Қара нерге сурет жасаң болады. Мама мынандай жасап қойдым. Жазуға да болады екен. Керемет, бізге ұнады, иә. Мына бүйтіп тістеп жауып қоясың. Әдемі. Жасуға да бар. Азияға әйтеуір алған заттары ұнады. И мынандай бисер. Оны ашудың қажет жоқ шығар, шашылып кетеді. Кәдімгі простой осындай бисер ғой. Мынандай обложкалар. Мама мынау не тұрған? Қайсы? Жазулар ғой, қолыңа әріптер, қолыңа жазу жазып алсаң болады. Әдия деп сондай әріптер. Мұсылман қыздың зікір айту дәптері. Бүгінгі жоспарыңды жазасың мына жаққа мысалға. Бұны мен ертеңнен бастап не қыламын, жасаймын. Пайдаланасың ба? Пайдаланамын. Бүгінге мысалы не Бүгін істеу әкем керек? түсіндіреді оны ше. Соны жазып, Бүгін мысалға бастайық. Жоспарымды жазамын. Ұмытпау керек нәрсе мыналар. Не сіле айту дейді ше. Ерте тұру дейді. Садақа бересің, жылы су ішесің, шүкіршілік айтасың, кітап оқисың. Как раз менде кітап бар. И жақсы сөйлеу керек. Сосын зікір айтамын, блокнотсам дейін. Кейінгі беттері бәрі осындай. Барлығы осындай, әдемі күшті, жоспар құрасың, жақсы ой, қандай ой ойладың, соны ұмытпау керек нәрселеріңді жазып қояды екенсің. Бүгін мысалы бір нәрсе жасау керек болса, белгілеп қоясың. Одан кейін осындай кітап. Кошка. Мысық. Орысша вариантын алдық, әдейі орысша түсініп. Мысыққа қатты қызғанды біздің қыздар. Сонымен оқып, қызығып оқиды деген мақсатта алған болатынбыз. Енді осыны оқитын жарсын ақпытта. Әдемі екен, мысық туралы бүкіл ақпараттар бар ішінде. Олар нені жақсы көреді, немен қоректенеді, итпен қалай ойнайды, қандай әрекеттер жасайды, не жейді, барлығы ішінде жазылған. Әдемі. Күшті. Қызығып оқиды деген оймен алдым. Мысықты жақсы көреді өйткені бұлар. Осындай болды, барлығым біткен сияқты. Осымен алған заттар мына жердің бәрі шашылып кетті. Мынаны қайшын аштық мына жерге келіп. Достар, осындай бізде мынау Азияға алған заттар, бисер, раскраска, мынандай цветной бумага. Осындай заттар болды. Достар, біз осымен обзорды аяқтаймыз. Сіздерге видео обзор ұнаса лайк басып тіркеліп комментарий жазып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.